Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен тарыдан майсөк дайындаймын. Өте пайдалы. Осы майсөк қазақилықтың дәмін сездіреді. Бірінші, ал енді майсөкті бастайық. Ең бірінші біз майсөгімізді алып, ішінде тастар болса тазалап аламыз. Сосын ыстық суды құйып, осылай 2-3 мәрте жуып аламыз. Майсөктің кірі, шаңы кету керек. Осылай қайта жуып аламыз. Бұл майсөкті кей өңірлерде майтары, майсөк деп те атайды. Тарының құрамында бұл неше түрлі амин қышқылдары бар, және де өсімдік майлары, көмір сулар мен түрлі жаңағы дәрумендер, минералдардың жиынтығы болып келеді. Бұл тарымыз, бұл тарымен жаңағы жас келін, босанған келіндерге жаңағы сүт көже жасаймыз, Одан кейін сөк талқан, кеше мен сөк талқан жасадым осы сөкпен. Енді мен майсөк жасаймын. Осы минералдарға, дәрумендерге өте бай бір жағынан жас келіндердің, босанған келіндердің буынын қатайтады, және де витаминге пайдасы зор, витаминге толы организмді, буын, шаштарды қатайтатын пайдалы жері бар. Бұл тары дегенді кей өңірлерде шай жасап, шай істеп, өне бойы жаңағы осылай ішеді. Бір өңірлерде сосын жаңағы дастарханнан үзілмейді бұл сөк. Бізде сөк дейміз. Кейбір жерлерде майсөк деп айтады, кей жерде тары деп атайды. Бізде сөк деп атаймыз. Негізі бұл сөктің неше түрлісі бар. Бидайдың сөгі бар, бидайдың талғаны дейміз, сөктің талғаны дейміз. Біз осы сөгімізден енді тарыдан майсөк жасаймыз. Осылай 2-3 мәрте тарымызды осылай жуып, таза майлығымызды осылай жайып аламыз. Бұл тарымыз жайылғаннан кейін суын майлыққа сіңдіріп, өзі кебеді, әдемі болып. Бұл кеппей жасауға болмайды бұл тарыны. Егерде кеппей жасасаңыздар, майларыңыз сіңбей, дұрыс болып шықпай қалады. Енді менікі бір 15 минуттай сөгім тұрды, тарым матаға жайылып, енді жинап аламыз. Ыдысымызға салып, осылай кеуіп, әдемі болып, жұмсақ болып қапты, пісіпті. Енді оған шекерімізді саламыз. Мендегі жарты кило тары, оған бір кеседе, енді бір кесеміз 150 граммдай шекер саламыз. Оған енді үйде тұрған майдан алдын ала бөлме температурасында қойып қоясыздар майды. Осылай қатты еріп кетпеу керек, орташа көлемде жұмсақ болу керек майымыз. Енді тарымызды, шекерімізді араластырып алдық. Енді майымызды саламыз. Осылай тарымызды майға араластырып, қолымыздың көмегімен араластырамыз. Осылай майсөк жасаймыз. Өте керемет майсөк шығады. Бір жегенде қазақилықтың дәмін сезесің ғой, кәдімгідейше бір күшті болады. Майсөк деген керемет. Осы майсөкті күнделікті әкеп, или қолдан жасап, жаңағы тарыны дастарханымызға күнделікті тұрып, шаймен араластырып, или осылай майсөк жасап берсек болады. Балдарымыз қуана жейтін болады. Бұл тарының өте пайдасы көп негізінде. Енді осы тарымызды былғап болдық. Енді кесемізге осылай
салып, менде 2 кесе шықты. Жарты килограмм тарымыз. Сіздер де осылай жасап жеңіздер. Өте керемет майсүк шыққан. Енді дәмін енді айта алмаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді одан кейін мен үйде құрт құрма бар. Енді ораза болғаннан кейін болады. Әсемдеп жібердім.